Кедейліктің үлкен апасы жалқаулық. Тақыр кедейліктен сақта деп дұға қыл, артық байлықтан сақта деп те дұға қыл. Зина жасаған адамның ырыздығы азайып, кедейлікке ұшырайды. Бетінің нұры тайып, жүзінен шаңы шығады, өмірі қысқарады. Өкінішке орай күні бүгінге дейін осы зина көркем әдебиетте өте әдемі, жеңіл үгіттелуде. Кедейлік ер жігітке намыс емес, жоқ болсаң досың тағы таныс емес. Алыстан кедейліктің алдынан шық, төбесі көрінген соң қиын болар. Бар бақыр, жоқ алтын. Қолыңа күміс қонса, алтын өзі келер. Кедейлік пен борышқор болудың айырмашылығы бар. Екіншісі уақытша болса, біріншісі өмір бойына. Кедейлік кемдік емес. Бай болу, кедей болу тағдыр ісі. Егер адамзаттың ойлары мен күштері соғысқа жұмсауды тоқтатса, біз бір ұрпақ ішінде бүкіл әлемдегі кедейлікті тоқтата алар едік. Кедейлік бұл жалқаулықтың немесе немқұрайлықтың нәтижесі. Кедейлік сіздің барлық уақытыңызды алады, ол сол үшін жаман. Байлық мұрат емес, жоқтық ұят емес. Бардың жұпыны киінгені де, жоқтың барша киінгені де белгілі болып тұрады. Әлемді сансыз байытатын таланттар одан кедейліктен жиі кетеді. Кейбіреулерге қанша мал бітсе де байлық бітпейді. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Кедейлік үш ағайынды болады. Үлкені кежірлік, ортаншысы еріншектік, кенжесі ұйқы. Кедей болар кері кеткен ұйқысы мол, сайрап келіп тұрады үш қара жыл. Кедейліктің бір үлкен жерігасы, жаман қатын бар үйден үзбейді қол. Кедейлік жағдайына шүкіршілік етіп, ешкімге шағымданбай қажеттілігін жасыру деген сөз. Кедейлік мүліктің азайғандығы емес, қомағайлықтың артқаны. Болса да қол қысқа, шағынба болмысқа. Өзі жетісіп өмір сүріп, жоқшылық көріп отырған бауырынан безсе, ондай адамды Құдай сүйеме. Адамдар кедейліктен және белгісіздіктен қорқады. Егерде екеуінен де құтыла алмасаңыз, намысты жоғалтпай, оларды қабылдаған жөн. Мен көп ақылдылардың кеңесін естимін. Кедеймін деп айтпа, жұмыс жоқ деп айтпа, үкімет жаман деп айтпа, оданша Құдайдың бергенін пайдалан. Бай кедей болу жаратылыстан емес, ұмтылыстан. Адамды адам ететін ақша әлі ешқашан жарлы Жақыбай лайықты да қадірлі болған емес. Түсінбеймін, қара борбай кедейлер теңдік алсын, бірдейлік орнасын. Бірақ бәтірау, осы халықтың киер киімі, шерасы бірдей болғанмен, құлқы да бірдей бола ма? Бір қоғамда бай да кедей де күн кешуде. Орташа адамның ақшасы азайса, аштан өліп қаламын ба деп байбалам салуы не қылық? Кедей адам өзінің кім екенін көреді, бай ол кім бола алатынын көреді. Азғантай дүниесі бар адам кедей емес, көп дүние қалайтын адам кедей. Актив табыс алып келеді, пассив сені кедей етеді. Ең кедей, ең бейшара, ең бақытсыз, ең сәтсіз адам ертең сөзін көп қолданатын адам.